Кайырлы кеш, курс тыңдаушылары, курска катышушулар. Бүгүн биз үлкен бир сабакты баштайын деп отурбуз. Бул биринчи сабак биздин осы курспен аттас, яғни ведение образовательной деятельности дейт, билим берүү. Биз робототехникалык платформаларды колдонабыз. Бул платформаларды биз тандаган кезде эң мыкты деген платформаларды тандадык, эң тиімді деген платформаларды тандадык. Бул Virtual Robotics Toolkit, Microsoft MakeCode, Tinkercad және Autodesk компаниясынын 1.2.3D және Tinkercad платформасы. Енді таанышып өтейік. Менин есимим Бердикожаев Адилбек Сайлауұлы. Мен Lego Education Академиясынын, яғни бул Белун каласында орналашкан Даниядагы академия. Сонун сертификаттандырылган калкаралык тренермин. Бүкүл Ресейлик жаңағы Lego Education Академиясынын тренерлеринин мүчөсүмүн. Яғни Казакстандагы Lego Education компаниясынын өкүлүмүн. Биздин курстан күтетін максатыбыз, яғни сиздер осы курсты окуп шыккандан кийин эмне билүүлөрүңүз керек. Әрине, осы курс сиздерге ұнайды деген ойдамын. Енді біздің жоспарымыз ол біріншісі Lego Education компаниясының осы білім беруге деген қалай келді, сол туралы сіздерге қысқаша айтып беретін болам. Білім беру платформаларымен жұмысты бастаймыз бүгін. Және де практикалық жұмыстар біз екіге бөлеміз. Осы Zoom-да жұмыс жасайтын боламыз сіздермен. Әрқайсыңыздың экрандарыңызға қосылып, сіздер маған жіберіп отырасыздар экрандарыңыз демонстрациясын, біз қарап жұмысты талдайтын боламыз. Яғни программный кодты және конструкция қалай құрғандарыңызды, сонымен қатар практикалық жұмыстарды мен үйге беріп отырам. Классрумда үлгермей қалсақ, сонымен қатар қосымша жұмыстар болады. Яғни сіздер максималды осы курстан пайда алу керексіздер. Практикалық жұмыстар бізде жаңағы платформаларда болғандықтан біз бірнеше жұмыстарға бөлдік. Бұл тренировка для роботов, яғни роботтарды біз басқарамыз. Ол Virtual Robotics Toolkit, Tinkercad, Microsoft MakeCode'та, 3D моделирование бізде Lego Digital Designer және Tinkercad'та, электрондық цеп бізде Tinkercad'та, мобильный робот жасау біз осы 3D моделированияда ең алғашқы оның эскизін сызып аламыз, яғни 3D моделін құрамыз. Содан кейін Tinkercad'та біз схемасын құрып, оның программасын жасаймыз да, оны тексереміз. Ары қарай сіздерге әдістемелік көмектер көрсетілетін болады. Содан кейін сіздерге сертификат табысталатын болады курстың соңында. Robotics Toolkit. Бұл платформа ақылы болғандықтан біз оны тек 14 күн ғана қолдана аламыз. Сондықтан біздің сабағымыз осы 14 күнге арналған болады. Яғни 14 сағат біз Virtual Robotics Toolkit'ке арнаймыз. Tinkercad бұл тегін платформа. Сіздерге тек интернетке қосылу болу ғана қажет. Яғни бұл веб-браузердан ашыла береді. Неше түрлі электрондық құрылғылармен және де программалық кодтармен біз танысатын боламыз осы Tinkercad'тың арқасында. Tinkercad'та біз яғни схема құра аламыз. Бұл жерде сіздерге ешқандай бағдарлама тілін білудің қажеті жоқ болады. Сонымен қатар келесі деңгей бізде осы Tinkercad'та Arduino'ны қолдану, Arduino арқылы цеп құру. Яғни біз Arduino'ға бағдарлама жазамыз. Ол бағдарлама бізде екі бөліктен тұрады. Екі бөлімнен тұрады. Біріншісі біз Scratch'те жазамыз, екінші деңгей біз оны C++-та жазатын боламыз. Microsoft MakeCode және Trick Studio бұл программалар тағы да сәл өзгеше келеді. Яғни Microsoft MakeCode бұл EV3-ді Scratch тілінде программалау, яғни бағдарламалау. Trick Studio бұл жерде программный
бөлігі, яғни бағдарламалау тілі, бұл жерде блочное программирование. EV3-дің өзінің LabVIEW-нан кішкене өзгеше келеді. Бірақ бұның артықшылығы, яғни Virtual Robotics Toolkit ақылы болатын болса, Trick Studio ол тегін. Сонымен қатар біз осы Virtual Robotics Toolkit сияқты Trick Studioға да өзіміздің жаңағы полигондарымыз саламыз, поляларды, тренировочный поляларды. Ең соңғы біз және ең алғашқы өтетін тақырыбымыз бұл 3D моделирование. 3D моделирование бізде Lego Digital Designer. Сіздердің сабақтарыңыз осы Lego Digital Designerмен басталады. Autodeskпен біз жаңағы мобильный роботтың дизайнын жасайтын боламыз. Ал 54-ші жылдан бастап біздің үйреншікті Lego техник пайда болды. Бұл кубиктар, қызыл кубикті көріп тұрсыздар. 1980 жылдан бастап біздің осы Lego Education академиясы құрылды. Lego Education бізге не береді, яғни бұл Planeta Steam, Express юный программист және тағы да басқалары. Бұл дошкольное образование, яғни 4 жастан бастап 3-4 жастан бастап қолдануға болады. 6 жасқа дейін, 6 жастан бастап первый механизм, простой механизм введу 2.0. Негізгі мектепте бізге үйреншікті Lego Education Spike Prime және Lego Mindstorms Education EV3 қолданамыз. Неге біз білім беру саласында осы Легоны қолданамыз? Неге Lego Education осы Легоны ұсынды бізге 80-ші жылы? Осы детсадтардан бастап, балабақшалардан бастап болсын зерттеді ғой. Яғни Легоның пайдасы бар екенін бізге айтты. Яғни біздің қолымыз, сіздер ойлағаннан көп затты істеу біледі екен. Яғни сіздердің миларыңыз автомат түрде күнделікті жасап жүрген заттарыңызды ойланбай жасайды. Яғни қолдарыңыз қасықпен алады, рульді бұрады. Сіздер оны мен осыны істеймін деп арнайы ойламайсыздар, ол өзі автомат түрде істейді. Осыны тексеріп көрейік. Ол үшін біз қазір Lego Digital Designer программасын ашамыз. Так, LDD-мен танысайық, бірінші мен өзім жасап жатырмын. Сіздерде мынау интерфейс қарап тұрғандарыңыздай, бұл негізгі интерфейс, сіздердің рабочий жаңағы жұмыс үстелдеріңіз. Осы жерге біз мынау сол жақтағы инструменттерден алып кеп, яғни Bricks деген бізде детальдар, Lego детальдары. Бұл детальдар, яғни Collapse Dividers деген, яғни барлығын жасыру, негізі барлығын ашу деген сөз. Мынау плюсик тұрса, яғни барлығы жасырынып тұр. Біз бір-бірлеп ашуға болады бұларды. Екінші, түс бойынша сұрыптай аламыз. Үшінші блок бізде, яғни Lego сериялары, бұл жерде LDD-дің өзінің барлық фигуралары, Герой Factory дейді бізде, яғни бұл серия, магазиндерде сатылатын ойыншықтар. Mindstorms сериясы бар, бұл жерде бізде Mindstorms EV3 бар, Введу 2.0, EV3, экскаватор, хаулер дейді, бұл жаңағы неше түрлі машинкалар, барлығы Mindstorms сериясы. Сол жақ батырмамен біз деталь таңдаймыз, оң жақ батырмамен, мышканың оң жақ батырмасын ұстап тұрсақ, айналдыруға болады. Так, бізге келесі керек детальдар, яғни мынау фильтрдан таңдап аламыз, LED-дің барлық детальдары. Так, мынаны ашамыз. Бізге үшеулік керек. Қазір үшеулікті тауып алу керек. Төртеулік бар екен, мына үшеулік, үшеуліктің қызылын алайық, екі қызыл керек. Так, белгілеп тұрып, біз бұны клонировать ете аламыз. Яғни екіншісін жасадық. Мынау белгілеу. Мынау multiple selection деген бұл бізде бірнешеуін таңдауға болады. Мынау connected selection дегенді біз біріктіреміз. Мынамен мынаны біріктіруге болады екеуін. Осылай алып біріктіруге болады. Мынау бізде түстері бойынша
таңдалады барлық түстері бойынша. Сарылар, яғни мынандай қанық сарылар, олар таңдалатын болады. Мынау қызылдар бөлек таңдалатын болады. Так, мынау shape selection дегеніміз бізде қазір олардың фигуралары бойынша таңдалатын болады. Және түс және фигура бойынша таңдау, яғни сіздерде бірнеше детальдар болатын болса, осы арқылы таңдау жүргізе аласыздар. Және invert selection дегеніміз, яғни бізге мына қызыл емес, басқа заттарды таңдау керек деген сөз. Мынау invert. Так, мынау тұр. Егер мынаны бассақ, мына қызылдарды таппай, қалған детальдарды табатын болады. Бояу. Так, мынау белгілі бір элементті тығып қою, оны қайтадан көру. Сонымен соңғысы бұл өшіру. Яғни мынау тек уақытша тығып қою, мынау жою деген сөз. Delete tools. Сақтау, бұл жерде файл save as арқылы біз LDD-дің, яғни өзгертілетін шаблонын сақтаймыз. Оны біз исходник деп айтамыз. Import модель, яғни LDD форматындағы LXF, және де мына жерде LXFML, LDR, LXFML. Осы форматтағы файлдарды импорттай аламыз. Экспорт бұл LDRAW форматында біз экспорттағанымыз дұрыс болады, егер біз оны жаңағы Virtual Robotics Toolkitпен байланыстыратын болсақ. Edit дегенде undo, яғни кері қайтару. Redo деген қайталау. Select all деген барлығын белгілеу. Preferences бізде настройки. Бұл жерде тіл ағылшынша ғана, оны өзгерте алмаймыз. Бұған тиіспейміз. Toolbox'та бізде selection tool, осы таңдаулары. Инструменттер, мына жерде қандай инструменттер бар, сол барлық инструменттерді біз осы жерден таңдаймыз. Яғни мынау бізде библиотека болып табылады. Шаблондар, мынау группалар. View деген кезде new themes, бізде extend деген дополнительный наборлардың жаңағы детальдары қосылады, яғни мына жерде жоқ наборлардың детальдары қосылып тұр. Және де View-да біз LDD-дің өзінікі десек, тек LDD ғана. Бұл қай жерден шығады? Бұл, яғни біз жаңадан LDD моделін құратын кезде біз үш осындай бөлік бар, библиотека бар. Бірінші Lego Digital Designer'дің библиотекасы, екіншісі Mindstorms-тың, үшіншісі Digital Designer'дің. Яғни қосымша наборлардың жаңағы детальдарын қолдана аламыз. Біз көбінесе Lego Mindstorms-пен жұмыс жасайтын боламыз. Lego Mindstorms ашып қоямыз да. Содан кейін біз мына жерден LDD-дің барлық детальдарын таңдаймыз. Так, кішкене ауытқып кеттік. Давайте жаңағы тапсырманы орындайық. Презентациядағы қарап алайын. Запись жүріп жатыр ғой. Записьті жалғастырамыз. Бізге мына детальдар керек екен. Мынадан біреу, мынадан екеу, мынадан біреу. Енді сіздерге тапсырма. Так, осы 6 детальдар, яғни біз деталь деп айта берейік, негізі ағылшынша брик деп аталады. Осы 6 детальдан осындай үйректі қаншалықты тез жасап шығарасыздар. Жасап көрейік. Мен айналдырып жіберейін қазір презентацияны. Сіздерге үйге тапсырма. Осы 6 детальдан осындай үйрек жасау. Так, келесі презентация. Сіздер осы 6 леганың деталін қолдану арқылы 24 дағдыны қалыптастырдыңыздар, қостыңыздар. Комплексный подход к обучению дейді. Бізде 4C, яғни сіздер білесіздер, 5P деген бар.
4C деген бар. Бұл жерде біз леганы қолдану арқылы, яғни лего жабдықтарын қолдану арқылы барлық аспекттарды адам бойындағы қосатын боламыз, яғни эмоционалды, когнитивті, физикалық, творчестволық дейді, әлеуметтік тапсырманы. Так, біз курстың негізгі бөлігіне келдік. Бұл жерде біз Virtual Robotics Toolkitті, яғни Lego Digital дизайнермен байланыстыратын боламыз. Яғни біздің бірінші бөлігіміз, робототехниканың бірінші бөлігі, яғни біз өзіміздің сабақта Lego Mindstorms'ты қалай қолданамыз, яғни бізде негізгі құрал, сіздерде негізгі құрал, барлық мектептерде негізгі құрал бұл Lego Education Mindstorms, осы робототехниканы оқуда ең алғаш қолданылатын құралдардың бірі. Яғни ол 3-ші класстың информатика сабағынан басталады. Сіздер осы қиындықтарға тап болған шығарсыздар. Сіздерде Lego EV3 наборлары жоқ, ол наборлар белгілі бір маманның қолында немесе складта болуы мүмкін, немесе тозып істен шығуы мүмкін. Сондықтан біз осындай платформаларды қолданамыз. Virtual Robotics Toolkit сияқты, Lego Digital Designer сияқты. Яғни Lego Digital Designer'де біз жаңадан мынаны мен фотоға түсіріп алайын, сіздерге осы детальдарды қолдану керек болады. Бізде осындай модель бар. Бұл модельді біз өзіміз құрастырып шығуға болады. Бұл 3 моторлы сумо роботы. Яғни сіздер болашақта қолдансаңыздар болады. Мына жерде датчик қосылған, ультразвук, 2 датчик цвета, жарық датчигі дейміз, немесе түс датчигі. Сонымен қатар 3 мотор, алдында айтып өткендей EV3 модулі және кабельдер. Мына жерден көруге болады сіздерге. D сол жақ мотор, B ортаңғы мотор, A оң жақ мотор жалғанған. Барлығын белгілейік, өшіріп тастайық. Бұны біз қалай құрамыз? Біз мынау фильтрға барамыз. Егер сіздер мына жерден New Don't Save, Mindstorm сериясын таңдасаңыздар және плюсты бассаңыздар, сіздерде мына жерде міндетті түрде EV3-дің базовый версия 31.31.3 деген, 31.31.3 деген ол домашний версия. Сіздер образовательный версияны қолданасыздар. Ол образовательный версия, білім беру версиясы. Яғни 455, 44, 45, 54, 4 деген біздің версиямыз, бұл образовательный версия. Несімен ерекшеленеді? Яғни образовательный версияда бізде ультразвук болады, базовый версияда бізде, қазір базовый версияны ашайық, мынау электронның компоненттері. Бізде мынандай 2 датчик болады. Яғни мына кнопканың артынан жүре алады, мына 2 датчик арқылы оны біз программалауға мүмкіндік болса программалаймыз. Домашний версияны тоже. Бірақ біздің негізгі өтетін курстағы бағыттарымыз бұл білім беру платформасына арналған болғандықтан біз білім беру платформасын үйренеміз. Білім беру платформасының Mindstorms'тың сериясында бізде осындай ультразвук болады. Осымен ерекшеленеді. Сонымен қатар бізде мынау гироскоп датчигі болады. Так, қалай құрылады? Модульді алып келеміз. Бұл жерге біз штифт қосамыз. Штифт бізде қара цвет біреу қоямыз. Копировать етеміз да, тағы біреу қоямыз. Содан кейін L-образный балка болады бізде. L-образный балка дейміз. Бізде ақ цветі бар. 3/5 90 градусқа изогнуты. Немесе сұр түсті бар. Разница жоқ, аламыз. Егер стрелкалар жоғалып кетсе, біз сәл үстіге көтереміз, немесе жылжытамыз оңға солға. Сол кезде мына стрелка пайда болады. Бай қосамыз. И қазір біз мына моторды әкеп, мына жерге жалғаймыз. Так, чатым ашылып кетті, қазір жаба салайын. Мотор жалғанда. Енді моторға дөңгелекті жалғау үшін бізде ось деген элемент бар.
яғни деталь. Ось бізде кросс деп аталады, кросс X. Яғни бұл кросс бізде мынау плюс деп тұрған жерге киілу қажет. Так, сәл ыңғайсыз. Давайте мен тачпадпен жұмыс істеп жатырмын. Біз кроссты мынандай гвоздь деп аталатын бар, ось. Яғни бір жағы шеге сияқты жабық. Осыны қолданамыз. Мынау кішкентай төрттік болады, төрт модульдік. Бізге ұзыны керек. Мына жерде жазылып тұрады 10 4 деген. Яғни бізге 8 модуль керек. Оның екі түрі бар. Шегенің 8 модульдік немесе 4 модульдік. Содан кейін біз мына жерге сразу моторға дөңгелекті жалғай алмаймыз. Мына ойышқа кигізе алмаймыз. Дөңгелекті біз мынандай қара штифті тағы да дублировать етіп аламыз. Мына жерде өзі белгіленеді. Ctrl-C, Ctrl-V. Мына жерге қоямыз. Астынан тағы да біреуін қоюға болады. Тағы да қойдық біреуін. Так, мына демонстрация неше етіп тұр? Алып тастайын. Содан кейін бізге үштік модульдік балка керек болады. Кез келген түсін таңдаймын. Бұл базовый наборда бар, мұндай цветтер. Мынаны жоғарыға көтеремін да, мына жерге қосам, жалғаймын. Енді мен жаңағы дөңгелекті мына жерге алып қоса аламын. Бізде дөңгелектердің бірнеше түрі бар. Бізде базовый модельде 4-3 сантиметрлік, яғни диаметрия. Осы дөңгелекті аламыз. А колесо бізде, получается, резинасы 5,6 сантиметр болады диаметрі. Енді біз резинасын кигіземіз бұл жерге. Резинасы өзі киіле қалу керек мына жерге. Так, киілмей қалған себебі мына жерде мына балканы алып тастаймыз. Осылай киіле қалды. Екінші жағын қарама-қарсы жасаймыз. Содан кейін бізге мына жерге қосу керек болады. Біз алғашқы моделін жасаймыз мына жерде роботтың. Так, сразу жасап тастаймыз. Онда давайте мен қазір дубликатын жасайын. Ctrl-C, Ctrl-V. Мына жерге алып келем. Так, енді артына біз мынандай втулкаларды қоямыз үстіге. Осы екеуін аламыз да мына жерге бекітеміз. Содан кейін бізге мынандай балка керек болады. Так, 10 минуттан кейін бітеді дейік. Осылай қоямыз біреуін. Так, мынандай штифт жалғаймыз. Мына жерден қоямыз. Мына екеуін аламыз да, мына жерден жалғаймыз тағы да. Сіздерге түсінікті болып жатыр ма екен? Содан кейін 15 модульдік балканы аламыз, бұрамыз, былай жалғаймыз. Так, мынау не себепті киілмей қалды десек, бізде мынау дөңгелек полностью. Алып тастайық мынаны. Мынаны алып тастайық. Так, мынаны алып тастайық. Мына жерден киілу керек. Енді бізге мына жерде жасау керек болады. Бұл жерде біз мына инструментпен жасаймыз. Екі мындай штифт қолданамыз. Керек жоқ бізге. Көп таланымызды дублировать етеміз. Екман қоямыз. И бізде мынандай балка бар. Так, осыны алып былай бұрамыз, мына жерге қоямыз. Так, түсінікті болу үшін сәл кішірейтейін. Так, бізге 7 модульдік мынандай ось керек. Үстіге қоямыз, жерден шығарамыз. Екі мынандай втулканы алып, мына жерден саламыз. Біреу, екеу.
И бізге мынандай керек. Үш модульдік осьті аламыз қазір. Так, енді артынан бізге дөңгелек қою керек болады. Дөңгелекті мынандай кішкентайын аламыз да, жалғаймыз. Резинаны жалғаймыз. Қараймыз, барлығы тиіп тұр. Мына жақ биіктеу сияқты. Жарайды, биіктеу болса бола берсін. Мынаны аламыз да. Оны төмендетудің әдісі, жоғарылатудың әдісі бар. Так, слай. Барлығын алып көтереміз. Содан кейін арасына бір сары втулканы қосып жібереміз. И астынан, үстінен осындай сары втулкамен мына жерді бекітеміз. Так, давайте бекітейік. Дайын модельді біз осы күйінде Save as дейміз. LXF-ке сақтаймыз бірінші. Содан кейін экспорт дейміз да. Давайте. Eldraw'да тұра берсін. Поляда. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6 деп сақтап қойдым. Содан кейін Virtual Robotics Toolkit'қа барамыз. Новый проект жасаймыз. Давайте мынау Sandbox-ты таңдайық. Окей. Virtual Robotics Toolkit'пен келесі сабақты танысатын боламыз. Бізде бұл пробный урок, яғни сіздер қандай платформамен жұмыс істейтіндеріңізді көресіздер қазір. Біздің бүгінгі кіріспе сабағымыз осы платформалармен қысқаша танысып кету. Так, бізде Virtual Robotics Toolkit ашылып жатқанда келесі платформаны таныстырып өтейін. Бізде бұл Trick Studio платформасы, яғни бұл қалай жүзеге ашады, программалау тілін көрсетейін. Так, программалау тілі осындай блок схемалар арқылы қосылады. Отладкада біз мынандай поля бар. Так, кішірейтейік. EV3 роботы бізде бұл 2D ғана көріледі. Яғни мына жерде блок бар, мына жерде біз датчиктарды көруге болады. Программаны біз жазып қойғаннан кейін, оны біз тексере аламыз. Яғни, екі датчикпен реле алгоритм арқылы робот жүреді лабиринт ішінде. Осылай жүреді. Поляны біз мына жерде инструменттер арқылы өзіміз сыза аламыз. Немесе картинканы алып кеп, кез келген картинканы бұл жерге қоюға болады. Так, поля. Қазір жүктеліп жатыр. Поля қойылды, біз тек размерін ғана көрсетеміз мына жерде. Жақсы. Бұл бір платформа, яғни барлығы оңай, қарапайым. Мына жерде подпрограммалармен де жұмыс жасауға болады. EV3-дің барлық датчиктері қолжетімді. Келесі платформа бізде Tinkercad. Tinkercadта біз көбінесе схемалармен жұмыс жасайтын боламыз, және де бұл жерде класс жасап, класстағы балалардың, оқушылардың қалай жұмыс жасағандарын білуге болады. Яғни, давайте проектіға кірейін қазір. Менде мына жерде цепи бар. Цепи деген біздің Arduino'да немесе Arduino'ның барлық элементтермен біз жұмыс жасауға арналған электронды сызбаларымыз біздің. Яғни, давайте мынау датчик движения,
датчик движенияны біз программаға қостық. Бұл схемотехника деп аталады, яғни ешқандай бағдарлама тілінің қажеті жоқ бізге. Осылай схемасын құрып алдық. Бұл схеманы біз өзгерте аламыз. Мынаның цветін өзгерте аламыз. Мына жерде барлық библиотекада модульдер бар. Модельдеуді іске асырайық, яғни белгілі бір әрекет болса, мына жерде движение болса, біздің лампочкамыз қазір жанады. Лампочка жанды. Движение болса, лампочка жанды. Движение болса, лампочка жанды. Ешқандай программа жоқ. Мына жерде кодты қарап көрсеңіздер болады. Программный компонент вообще жоқ. Осындай сызбаларды біз құратын боламыз. Бізде бір минуттан аз уақыт қалыпты. Біздің Virtual Robotics Toolkit жасаған роботымызды қазір осында алып кеп салайық. F12-ні басу керек болады бізге. Содан кейін import robot. Өзіміздің сақтаған Eldro форматындағы роботты осында жүктейміз. Қазір біраз уақыт алады, ол компьютердің қуатына байланысты. Барлық біздің роботтың элементтері тексеріліп жатыр. Егер де мына жерде ескерту тұр, белгілі бір элементі ұмытылып кететін болса, онда бұл жаңағы Lego Digital Designer'дың қателігі емес, бұл жаңағы сіздер патч дегенді ұмытып кеткен болуларыңыз керек дейді. Бізде барлығы қосылды, яғни идентификация жүрді, компоненттер табылды. Келесі бізде мынау компонент main, яғни біздің осы корпус. Компонент 2 бізде артқы дөңгелек, сол жақ дөңгелек, артқы оң жақ дөңгелек. Мынау ортадағы ось ұстап тұратын. Оң жақ колесная база, сол жақ колесная база. Яғни бұларға тиіспейміз, далее деп өте беруге болады. Бізде таңдалатын зат мынау EV3 large motor деген бізде left деп сақтасақ болады, немесе сол деп қазақ. Себебі біз қазір мына жерге порттарды салатын боламыз, мынаны 10 деп сақтаймыз. Не себепті біз моторларды сақтап жатырмыз? Мына жерде датчиктар болса, датчиктар қойылатын болады. Яғни сол жақ мотор бізде B болады. Оң жақ мотор бізде C болады. Бізге программа жазған кезде сол жақ мотор B болған ыңғайлы. Себебі біз B, C деп таңдаймыз программа жазған кезде, оны қазір көрсетемін. Оң жақ мотор всегда C болғаны бізге ыңғайлы. Немесе A, D дегенді таңдайды балалар көбінесе. Не себепті екенін білмеймін, B-ны қолданғысы келмейді. Мына жерде сол жақ мотор үшін біз клавиатурамен басқару үшін, так, давайте мынаны алып тастайық. Бізге мынандай пресеттер бар. Left мотор, и правый моторға біз мына пресетті қолданамыз. Немесе мынау VASD деген біз клавиштармен басқарамыз, әріпті клавиштармен, arrow keys деген стрелкалармен жүргізуге болады. Өзі таңдады. V, яғни басқан кезде ол алдыға қарай жүреді 100%-пен. Егер V басылмаса, онда ол тоқтап тұрады. A басылса, онда ол солға қарай айналады. D басылса, ол бізде артқа қарай жүреді. Finish. Қазір бізде роботымыз жүктеліп тұру қажет. Сәл күте тұруымыз қажет. Бұл компьютердің мощностына байланысты, яғни қуатына байланысты, оперативная память және видеокартаға байланысты келеді, процессор содан кейін. Так, не себепті B мен C? Яғни бізде мынандай Lego Mindstorms EV3-дің өзінің программасы бар. Бұл Virtual Robotics Toolkit-дің артықшылығы. Так, давайте біз мынаны алып тастайық. Мына роботты алып тастауға болады. Біз өзіміздің роботты қолданамыз. Ол тұр. Так, соның дұрыс тұрғанын біз былай тексереміз қазір.
Так, инструменттер боюнча мына жерде новый жаңағы поляны ашу, мынау проектті ашу, новый біз сақтаған проектті осы экранда ашады, мынаны сақтаймыз осы проектті өзінің форматында. Мынау алға артқа деген стрелкалар қайтару немесе қайталау, мынау симуляцияны қосу, мынау симуляцияны тоқтату. Сонымен қатар мынау біз экранды үстіге оңға солға жылжыта. Роботты біз қосқан кезде алғашында бұл робот кейбір жағдайларда мынау поляның үстіне немесе астына шығып кетуі мүмкін. Сондықтан біз мынау инструмент арқылы move select объект дейді, объекті таңдау арқылы үстіге көтеріп немесе түсіреміз. Осындай стрелка бойынша үш өлшемді аймақта біз оны өзгерте аламыз. Мынау поворот, яғни оңға солға немесе биіктен қараған кездегі, мынау объектіні іздеген кезде, мынау бізде роботты импорттау, мына жерде біз датчиктар болса датчиктар қоса аламыз, алып тастай аламыз, немесе. Сонымен қатар бұл жерде таймер бар, мына жерде уақыты бар, база данныйға енгізіп біз неше түрлі миссиялар жаза аламыз. Объект лист, бізде қандай объекттер бар на поляда, робот бар, сэндбокс деген песочницаның өзі бар, мынау үлкен полигон. Сонымен қатар мынандай кубоидтар бар, легодан құрастырылған мынау детальдар кубоид деп аталады. Давайте біз қазір select объект, мынау роботты таңдайық. Роботты таңдағаннан кейін біз жоқ, кубоидты таңдап тұр, бізге роботты таңдау керек болады. Қазір тағы да set объект дейміз, follow, и былай үстінен немесе бізге мына жерден қараған ыңғайлы болады. Фронт дейді. Давайте фронттан қарайық. И мынаны алып келеміз. Осылай қараған ыңғайлы. Давайте роботты іске қосу үшін біз мынау қатып қалды. Ладно, үш жерде тұра берсін. Мынаны басуымыз қажет. Бізде EV3-дің блогы қосылды. 1, 2, 3, 4, 5, 6 деген біздің роботымыз. Оны біз мына жерден өзгерте аламыз. Атын brick name деген жерден. 1, 2, 3, 4, 5, 6-ны. Немесе блоктың өзіне келейік. Мына жерде бізде 1, 2, 3, 4, 5, 6 оның аты. Мынау вкладкалар бізде солдан оңға қарай. Сол жақтағы соңғы жүктелген және қосылған программалар, тек қосылған программалар, яғни. Бұл дегеніміз не? Яғни, давайте по порядку, программаны қостық, программа обеспечениені. Новый программаны жасаймыз. Қазір мына плюсикті басу арқылы немесе файл новая программа. Қазір бізде ашылып жатқанша дейін біз мынау келесін алып жүрейік. Мына жерде сақталған программалар. Мына жерде порт-view деген кезде қандай датчиктар қосылды? Бізде ешқандай датчик жоқ. Үстінде де датчик жоқ бізде. Мына жерде тек мотор ғана бар. Ладно, мотордың жаңағы энкодер датчигінің бізде результаттары. Көріп тұрғандарыңыздай мына резинка құлап түсті бізде роботтың артындағы. Бұл резинка не себепті құлап десе, бұл резинка негізі бүкіл жағдайда құлайды. Ол сәйкес келмейді, бұл резинкасыз біз құрастыру керекпіз. Мотор контролда біз моторларды басқарып көруге болады, оңға және солға. Сонымен қатар біз бағана клавишаны қойған болатынбыз. Мынау WS арқылы бәрі жүріп тұр. Так, оңға солға ғана дұрыс істемей тұр. Жарайды, мынадан шығамыз. Мынау escape деген мағынаны білдіреді. Мынау жалғыз тұрған сол жақтағы. Мынау air control деген бізде жаңағы бағана инфракрасный датчикті көрсеттім. Сол инфракрасный датчиктің қасындағы маяк. Brick програмда біз роботты жүргізе аламыз. Мынаны үстіге басу арқылы екі мотор таңдаймыз, алдыға жүреді. И давайте алдыға 2 секунд жүргізейік. Ортасын басамыз, таңдауымыз керек. Алдыға 2 секунд жүреді қазір. Қосамыз. Алдыға 2 секунд жүрді және тоқтады. Так, қазір менде мынау ыңғайсыз тұрып қалды.
Все кетті. Алып тастадым. Мынау симуляцияны артқа қайтарып, қай жерде тұрды, сол жерге барып қосады. Так, Б мен С не себепті бізде сол және оң болып тұру қажет? Ол дегеніміз, давайте бұл емес, независимый управление алайық. Яғни бұнымен біз кейіннен танысатын боламыз. Программное обеспечениемен, кім әлі программалауды білмейді. Бізде сол жақ мотор Б, оң жақ мотор С болады. Егер мынаны біз мынаған 100 беріп, мынаған 0 беретін болсақ, біз білмейміз, егер керісінше айналып кетсе. Біз екінші мән оң жақ мотор екенін білеміз. Бірінші мән сол жақ мотор екенін білеміз. Содан кейін оборот. Яғни, роботқа біз Wi-Fi арқылы қосыла аламыз. Не сейчас. И мынаны кішірейтейік. Біз қазір EV3. Осылай тұра берсін. Мына жерден қосыламыз. Бізде қазір робот оңға бұрылу қажет. Оңға, давайте 0,5 деп жазайық. 100 деген мощностьпен, қуатпен оңға бұрылады робот. Точнее, сол жақ мотор айналады, и мына бағытқа бұрылады. Робот қосылды, и біз программаны жүктейміз. Аха, 45 градусқа бұрылды. Программа жүктелді. Давайте енді біз бірінші вкладкаға барайық. Программ. Яғни, соңғы қосылған программа ана жерге келіп сақталды. Тағы да жүктеймін. Сәл енді 45 градус емес, где-то 35 градусқа бұрылды робот. Тағы да бұрам, тағы да 35 градусқа бұрылды. Енді мен программа дұрыс жұмыс жасайтынын көрдім. Енді мен давайте басқа программа жасайын. Программа 2 болсын бұл. Программа 2, рулевой, 2 оборот алға, содан кейін робот, давайте бір оборот жасасын. Тағы да оңға, оң жаққа қарай бұрылсын. Бір оборот дегеніміз бізде 90 градус болу керек. 50 деген мотордың қуатымен бұл 90 градус жүреді. Яғни, давайте тексерейік, ол дұрыс па, дұрыс емес па? 2 оборот алға жүреді робот. 90 градустан сәл асып кетті, сонда бізде 0,75 болады. Бұл неге байланысты 90 градус болмады? Бір дегеніміз, бізде егер базовый робот болатын болса, жаңа EV3-дің инструкциясымен жасалатын, онда ол 90 градус болу керек еді. Бізде қазір 0,75 болады. Қайтып бастан бастап қоямыз. Жоқ, бұл программа емес. Бізде қазір екінші программа, біз өзгеріскен программа болу керек. Программа жүктелді. И примерно 90 градус. Мына жерде 0,70 немесе 0,65 болады. Идеально 90 градусқа бұрылу үшін. Жақсы, бұл түсінікті деп ойлаймын. Мына жерде біз роботқа қосылған моторларды қарай аламыз. Мына жерде датчиктің порогтары, мәндері, пороговый мәндері. Бүгінгі сабақ осы. Сіздер келесі сабақтарда енді Virtual Robotics Toolkit'тан біз бастаймыз. Практикалық сабақтарды өздеріңіздің роботтарыңызды жасайсыздар, немесе мен роботымен жұмыс жасауға болады. Мен құрастырған роботпен. Содан кейін интернеттен белгілі бір модельді алып, соған инструкция жасасаңыздар болады. Үй тапсырмасы үйректің суретін құру. Қазір мен презентациядан сіздерге жіберем. Бүгінгі сабақ бойынша қандай сұрақтар бар? Маған қоя берсеңіздер болады.
мотор датчиктермен біз кейіннен танысатын боламыз. Мынау атауларымен тағы да кейіннен танысатын, келесі сабақтарда танысатын боламыз. Келесі сабақтар тек легаға ғана арналатын болады. Біз 14 сағатты Lego Mindstorms арнайтын боламыз. Біз математикалық блок, математикалық формулаларды қолдану арқылы белгілі бір басқаруларды орындайтын боламыз, роботты басқару арқылы сұрақтарды шешетін боламыз. Әділбек, мынау Toolkit программасын тоже орнату керекпіз ба біз сонда? Иә, мен сіздерге жібердім. Бұл программаның кемшілігі, бұл платный программа, менде ғана бесплатный программа, ана халықаралық тренер болғаннан кейін маған кілт берген ғой. Безлимитный. Сіздерде 2 апталық лимит болады. Яғни бір компьютерға орнатып қойғаннан кейін бұл 14 күн ғана сабақ бере аласыздар. 14 сағатқа ғана, 14 күн ғана қолданасыздар. Ал 14 сағатта сіздер бір курсты өтіп шығуға болады ғой, Lego Mindstorms'ын. Ал кейін мысалы біз сосын амандық болса балалармен жұмыс жасасақ 14 күн бітеді ғой, кейін заново орнатсақ тағы солай 14 күн пайдалануға болады, наверное, да? Иә, басқа компьютерларда бір компьютерге орнатып істеуге болады. Егер класста 14 компьютер болатын болса, бірінші біреуге орнатып аласыздар. Яғни оқушы тек Lego Digital дизайнермен жұмыс жасайды. Сіздер қорытынды бақылау сабақтарын осы Lego Digital дизайнерді қабылдай аласыздар. Бірақ үйреткен кезде робототехника наборымен, яғни физикалық набормен үйреткендеріңіз дұрыс болады. Кабинеттеріңізде тұрған набормен. Немесе мына жерде Trick Studio деген программа бар, жаңа айтып өттім. Бұған да тоқталатын боламыз біз, бірақ Virtual Robotics Toolkit'ке сияқты толық тоқталмаймыз. Қысқаша сіздерге айтып өтем, қалай программа жазу керек екенін. Қандай сабақтар бар, олардың бәрін, әдістемелік құралдардың бәрімен таныстыратын боламын. Яғни Virtual Robotics Toolkit бойынша барлық ақпаратты сіздерге PDF түрінде берем. Ертеңгіге сонда, бүгінгі ертеңгіге нақты қай программа керек? Жаңағы дизайнер, иә? LDD? Digital дизайнерді орнатып аласыз. Сізге орнатылмаса, мен сіздің почтаңызға жіберем. Маған почтаны жазсаңыз. Жоқ, почтаға емес, лучше облакаға салып басқа нұсқасын жіберетін болам. Содан кейін Virtual Robotics Toolkit, оның ссылкасын жібердім группаға. Осы 2 программа пока керек. Содан кейін мынау LoveView керек болады міндетті түрде. Осының ссылкасын тоже группаға жібердім. Бұл стандартный жаңағы Legoның өзінің программасы. Үйректі жаңағы программада істейміз ғой, да? Иә, біз практикалық тапсырмаларды мына программада істейтін боламыз. Содан кейін мынау Digital дизайнерді істейтін боламыз. Не себепті мен Digital дизайнерді беріп отырмын? Себебі бұл жерде сіздер болашақта егер бір проект жасайтын болсаңыздар, линияның жаңағы роботын құрастырсаңыздар, сумон роботын құрастырсаңыздар Легода, осы да сақтап қойып, келесі жолы ұмытып қалмайсыздар да, инструкцияны фотоға түсіргеннен гөрі осыған сақтаған дұрыс болады. Да. Біз бұда тағы да мынандай инструкция жасап шығара аламыз. Пошаговый инструкция жасалынады. Пошаговый. И көріп құрастыра беруге болады. Бізге осы жақсы ғой, осылай сразу істеп алсақ, балаларға бүйе. Мына жерде айналып көруге болады, сосын айналып 360 градус айналады. Сол себепті мен Lego Digital дизайнерді беріп отырмын. Сонымен қатар неше түрлі жаңа ойындарды жүргізуге болады осы Lego Digital дизайнерді. Жақсы. Так, Tinkercad ол онлайн, яғни сіздерге оны орнатудың қажеті жоқ. Орнататын программалардың бәрін мен группаға жібердім. Видеоны мен сақтап, қиятын жерлерін қиып, сосын YouTube-қа салам. Сосын өздеріңіз кейіннен көрсеңіздер болады. Сонымен қатар курс аяқталғанда қосымша
жаңағы сілтемелер берем, қай жерден оқыған дұрыс, осы леганы толығырақ, иә, мен айтпаған, мен ұмытып кеткен жерлер болса, онда сол жерден біліп алуға болады. Так, сонда ертеңгі семинар уақытын онда ақылдасақ группада, тоже осы уақыт ыңғайлы болса, осы уақытта қосылғаны дұрыс болады. Немесе жаңағы практикалық жұмыс орындағандары дұрыс қой, қатысушылардың осылай записьта отырғаннан гөрі. Так,